Достар, сәлем. Сіздермен бірге Қарлығаш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мохитоның екі түрлі жасалу жолын көрсететін боламын. Классикалық мохито және де құлпынай қосылған мохито. Бұл мохитолардың жасалу жолдары өте оңай, қолжетімді заттардан тұрады, және де мен ешқандай сироп қоспадым. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Ең алдымен біз жалбыз жапырақтарын саламыз ыдысымызға, яғни мята. Одан соң лаймның шырынын сығып ыдысымызға құямыз. Одан соң қалған лаймдарды саламыз. Енді лимон қосамыз. Одан соң 2 ас қасық қант салып, 7-Up, Sprite немесе минералды су құйсаңыздар болады. Одан соң араластырамыз. Сонымен мохитомыз дайын. Міне біздің классикалық мохитомыз дайын болды. Мұз қосып ішсеңіздер өте керемет, жазға таптырмас сусын болып табылады. Енді құлпынай қосылған мохито дайындаймыз. Бұл да жасалу жолы өте оңай. Жалбыз жапырақтарын саламыз. Одан соң құлпынай, лимон, апельсин қоссаңыздар да болады. Және Sprite, 7-Up және минералды суды құйсаңыздар болады. Міне біздің мохитоларымыз да дайын болды. Кафе ресторандағыдай мохитолардың дәмімен бірдей. Сондықтан да сіздерде үйден жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.